КамАЗ жинап сатып, ақша табамын деп бір КамАЗды бастадым. Сөйтіп бір адамнан қарызға ақша алдым, бір адамнан мініп жүрген машинасын алдым, ағамның. Кризис басталып кетті. КамАЗдар өтіп кете беретін тұғын. Тура сол кезде сондай болып қалды енді. Мен де ұстаным, өл-тіріл уақытысында ақша қайтару. Базарға шығардым, машинаны алып. Ешқандай машина өткен жоқ, КамАЗ өткен жоқ. Мен уайымдап отырмын, ана қарызды қайтаруым керек. Не деймін? Ағамның алдында не деймін? Досымның алдында не деймін деп. Сөйтіп машина ішінде жатсам, жаңа ең соңында қалып, біреулер айналып жүр машинаны. Осы машина ғой, осы ғой дейді. Қаншаға бересің машинаны деді. 18 000 долларға берем дедім. Мен қарызды құтылсам болды деп тұрмын, жерде табысының керегі жоқ деп. Ағама Audi S4 әкеп беремін деп уәде беріп кеткем сол кезде. 2008 жылы жақсы машина еді ғой. Бізде Audi S4 бар деді. 13,5 мың доллар ақшамыз бар. Ана 4,5 доллар алсаң 18 000 доллар болады. Бересің бе машинаны деді. Қуанып кеттім мен енді. Болады дедім. Онда кеттік жүр дейді. Үйіне барсам, келін түсіретін ұқсап, самаурын қойып, бауырсақ пісіріп, қонаққа дайындалып отыр екен. Не жоқ қой жаңа колеса деген.